Баршаңызға сәлем. Адамзат тарихында өзін тәуелсіз деп жариялаған, бірақ ұзақ уақыт өмір сүрмеген көптеген мемлекет болған. Біз бүгін ғұмыры 100 күнге де жетпейтін мемлекеттер туралы айтатын боламыз. 1920 жылғы келісім бойынша Армения мен Азербайжан республикасы арасындағы даулы аймақтар Карабах, Зангезур, Нахичеван Қызыл әскер бақылауына өтті. Бірақ армяндардың бәрі бірдей кеңеске сенген жоқ. Зангезурдан шыққан әскери қолбасшы Гарегин Нжде қызылдарға қарсы шығып, партизандық қозғалыс ұйымдастырды. Оның әр қимылы жеңіспен аяқталды. Ол өзінің билігін тек Зангезурдан ғана емес, Карабахтың жартысында таулы Армения республикасын құра отырып орнатты. Бірақ 78 күннен кейін қызыл әскерлер оның әскерін талқандап, көтерілісті басты. Гарегин Иранға қашып үлгерді. 1917 жылғы ақпан төңкерісінен кейін Қырым татарларының белсенділігі артып, Қырым түбегінде тәуелсіз мұсылман мемлекетін құру туралы шешім қабылданды. Бахчисарайда өткен конгресте жаңа мемлекет Қырым парламенттік халық республикасы деп аталды. Номан Челебеджихан оның алғашқы президенті болып сайланды. Бір қызығы, бұл Ислам республикасында мемлекетті шіркеуден бөліп, әйелдерге сайлау және сайлану құқығын беру туралы шешім қабылдады. Бірақ көп ұзамай, ресми мойындалған үкіметті де, күшті армиясы бар республиканы да большевиктер басып алды. 1919 жылы Германия королі Людвиг III Виттельсбах тақтан тайғаннан кейін билікті қолына алған коммунистер Евгений Левиннің басшылығымен Баварияда кеңес республикасын құрды. Үкімет банктерді басып алды, ал кәсіпорындар мен ұйымдарда жұмысшылардың бақылауы орнатылды. Төтенше комиссия және Қызыл армия құрылды. Осы жылдың 29 сәуірінде неміс әскерлері Баварияға басып кірді. Мюнхен қаласын қанға бояды. 3 күнде 1000-ға жуық қызылдар атылды. Карпат Украинасы 1920 жылы Чехословакияға автономды түрде қосылды. 1938 жылғы Мюнхен келісімі Гитлердің қолын байлады. Сондықтан да нацистер сотқа басып кірген кезде Чехословакия республикасы жойылды. Карпат Украинасы 1939 жылы 15 наурызда өзін тәуелсіз мемлекет ретінде жариялады. Үкімет Гитлерге жаңадан құрылған мемлекетті Германияға қосуды сұрап хат жіберді. Бірақ Рейх бұл шартпен келіспеді. Мажарлар Карпат Украинасына, егер ол Венгрияның құрамына енбесе, соғыс жариялаймыз деп мәлімдеді. Алайда штаттың жаңа басшылығы мажарлардың ұсынысымен келіспей, 15.000 ерікті армиямен өз тәуелсіздігін қорғауға шешім қабылдады. Келесі күні Венгрия әскері Астана Хустты, содан кейін бүкіл Карпат Украинасын басып алды. Ал видео қызықты әрі пайдалы болса, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ал жаңа видеоларымызды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыз.